Сабақтың тақырыбы Чернобыль 20 ғасырдың қасіреті. Сабақтың мақсаты Чернобыль апатының тарихын, апат салдарын жоюға аттанған халықтың ерлігін насихаттау, тыңдаушылардың өз еліне, жеріне, отанға деген сүйіспеншіліктерін арттыру. Чернобыль атом электр станциясы әлемдегі ең ірі ядролық апат болған орын. 1986 жылдың 25 сәуірінде реакторлардың бірін сынақтан өткізу жұмыстары басталды. Төменгі қуаттағы реактор және апатты жағдайдағы салқындату жүйесін өшіру қажет болды. Жұмысшылар бұл сынаққа толық дайындалмаған еді және қауіпсіздік хаттамасы еленбей, сынақтар жалғаса берді. Реактор бақылаудан шығып, оны басқаратын салқындату жүйесінсіз қызып кетті. Қарбалас басталып, жұмысшылар реакторды қолмен сөндіруге ұмтылды. Бірақ бұл әрекет реакцияны одан әрі жылдамдатып, кернеу секірісін туғызды. Сағат 1-23 минут кеткенде реактор жарылды. Басқа атом электр станцияларынан айырмашылығы, Чернобыль реакторлары болатпен не темір бетонмен қапталмаған еді. Зауыт жарылып, бөлінген радиоактивті материалдар мен қалдықтар жан-жаққа шашырап, айналаны өлім қатері жоғары зонаға айналдырды. Жарылыс салдарынан 2 адам сол мезетте қаза тапты. Басқалары радиоактивті материалдарды суыту үшін реакторға аянбай су тасыды. Бірнеше апта ішінде 28 жұмысшы қуатты сәулеленудің әсерінен қаза тапты. Жарылыс нәтижесінде жоғары атмосфераға радиоактивті бұлт көтерілді. Алайда, көрші Припять пен Чернобыль қалаларының тұрғындары жарылыстан кейінгі 40 сағат ішінде қауіпсіз жерге көшірілмеді. Сол уақытта көптеген тұрғындар радиоактивтіліктің жоғары деңгейіне шалдығып, араға айлар мен жылдар салып, қатерлі ісік пен генетикалық ауытқушылықтарға ұшырады. Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің есептеуі бойынша, Чернобыль апаты 4000 адамның өмірін қиды. Бірақ басқалар радиоактивті қалдықтардың бүкіл Еуропаға таралуын ескерсек, ақырғы сан бұдан да көп болуы мүмкін деп санайды. Атом электр станциясынан келген зардапты жоюға бір Қазақстаннан 30 000 адам қатысқан екен. Қазақстаннан аттанған химияға қарсы қорғаныс полкы Чернобыль атом электростанциясынан 45 шақырым жерде тоқтайды. Осылайша мамыр айынан бастап күн суық қарашаға дейін атом электростанциясы маңайындағы уланған ауылдарды шатырынан ауласына дейін залалсыздандырады. 1,5 минуттан артық жұмыс істеуге болмайтын дейді полковник. Себебі күшті рентген сәулелері сау деген сарбаздың өзін санаулы минуттардақ әлсіреткен. Сұрақтарға жауап беріңіз. Чернобыль атомдық электростанциясында болған апаттың зардаптарын жоюға алғашқылардың бірі болып құтқарушылар жөнелткен Астана түбіндегі нешінші әскери полк. Чернобыльге аттану туралы бұйрық қай күні келіп түсті? Залалсыздандыру жұмыстары қай айлар аралығында жүргізілді? Жұмыс уақыты неше минутқа созылатын еді? Чернобыль апатында радиацияның жоғары деңгейіне ұшыраған мыңдаған адамдар денсаулыққа ауыр зардаптар алды. Оның ішінде қатерлі ісік және жүрек тамыр аурулары. Құлдыраған Чернобыль қаласы бізге энергия өндіру мақсатында ядролық энергияны игерудің өте қауіпті екенін ескертеді. Назарларыңызға рахмет.